Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің ең жақсы көретін пиццаларымның бір түрін көрсететін боламын. Бізге керегі 400 граммдай айран. Магазиндікі қолдансаңыздар да болады. Және оған бір жұмыртқамызды салып, жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Және де бір шай қасықта құм шекер және аздап тұзымызды саламыз, және барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің каналымда өздеріңіз білетіндей екі түрлі пиццаның түрлері бар. Бұл түрінде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте жылдам дайын болады. Бізде 300 грамм ұнымызға бір шай қасықта қопсытқышымызды саламыз. Оны құрғақ ұнымызбен араластырып жіберіп, енді айранымыздың үстінен салып, барлығын бір келкетіп араластырып шығатын боламыз. Қоюлығын осы дәл видеодағыдай етіп саласыздар. Оның су тартымдылығы әркімдікі әртүрлі болғандықтан керегінше тағы қоссаңыздар, немесе одан да сәл азайтып жасасаңыздар болады. Мінекей қоюлығын осылай жасайсыздар. Өте көтеріліп, әдем болып пісетін болады. Уайымдамаңыздар, дәл осылай етіп қоюлығы болу қажет. Енді бізге бетіне қажет заттарымызды дайындап аламыз. Менде осындай шұжықты керегінше алып, оны өздеріңізге ұнаған түрде турап салсаңыздар болады. Әрлеу етіп, ортасынан бір бөліп турап шықтым, немесе қаласаңыздар ұзыншалап турап салсаңыздар да болады. Достар, каналымда өте қажетті, сіздерге ұнайтын керекті видеолар бар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Мінекей енді қызанағымызды турап аламыз. Керегінше егер болгар бұрышын немесе зәйтүнді қоссаңыздар да дәмі өте керемет болып шығатын болады. Заттарымызды шетке алып қоямыз. Енді бізге қамырымызды табамызға құятын боламыз. Мінекей өте қоймалжың қопсытқыш қосылғандықтан бұл көтеріліп пісетін болады. Өте керемет болып шықты, жұмсақ болып піседі. Шет-шеттерін барлығын дұрыстап тегістеп осылай жайып шығыңыздар. Енді бетіне кетчупымызды осылай кішкене целлофанның бұрышына құйып, осылай дайындап аласыздар. Осылай істеген ыңғайлы, өйткені щеткаменен жағылмайтын болғандықтан осылай жағып шығасыздар. Өте ыңғайлы және де тез болады. Дәл осылай жасап шығыңыздар. Және де бетіне өзіміздің дайындаған заттарымызды теріп, әдемілеп қойып шығамыз. Бетіне осылай сырымызды үккіштен өткізіп, турап салып шығасыздар. 180 градуста, менде 30 минутта осылай пісіп шықты. Таяқша тығып көрсеңіздер болады піскенін. Мінекей өте керемет, көлемі де үлкен және тойымды болып шығады. Отбасыда балдарыңызға барлығына жеткілікті болып шығады. Рецепт ұнаған болса, каналымдағы лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер, және де қазақша контентті дамуына өз үлестеріңізді қосып,
достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады.